Имбирдің, яғни зімбір тамырының біздің денсаулығымызға пайдасы өте көп. Бұл туралы жалпы мәлімет білгіңіз келсе, менің каналыма жазылып, видеоларымды соңына шейін көруді әдетке айналдырыңыз. Зімбір тамыры артық салмақтан арылуды белсенді қолданылатынын білесіз бе? Ең бірінші осы туралы тоқтала кетейік. Қазіргі таңда семіздік ауруымен ауыратын әлем бойынша адамдар саны артып келе жатыр. Соның бірі біздің Қазақстан десек болады. Себебі артық салмақпен алысып келетін ұл-қыздарымыз өте көп. Зімбір тамырын осы артық салмақтан арылу үшін қалайша қолданылуға болатынын білесіз бе? Енді сізге ағзаңызға зиян келтіретін диеталар мен олардан құтылудың жолын айта кетейін. Мұнда зімбір тамыры пайдалы болмақ. Себебі зімбір ағзаның зат алмасуын тездетеді. Ал соның арқасында сіз ешқандай ауыртпалықсыз және ешқандай диетасыз артық салмақтан арыла аласыз. Имбир тамыры сондай-ақ жүктілік кезінде де пайдалы. Бұл өсімдік токсикоз, бас айналу, балаға зиян келтіретін химиялық заттар немесе биологиялық қоспаларсыз күш жоғалту секілді барлық жағымсыз симптомдарды төмендетуге қабілетті. Алайда бұл жағдайда мұқият болу керек. Өйткені имбир тамыры қарсы көрсеткіштерге де ие. Сондықтан оны жүктіліктің соңғы айларында немесе баланы емізу кезінде пайдалануға болмайды. Зімбірдің дәмі жағымды және оның құрамында зиянды қоспалар болмағандықтан зімбір тамырымен емдеу тиімді ғана емес, сонымен қатар жағымды болады. Оны балға, лимон және қантқа қосып та тұтынуға болады. Қажет болса, одан тәттілер тосап немесе кәмпит дайындасаңыз да әбден болады. Зімбір тамыры емдік құрал болғандықтан оның құрамында әртүрлі витаминдер мен амино қышқылдар бар. Бірақ нақты бір ауруды емдеуде бұл өсімдік пайдалану кезінде ескерілуі керек қарсы көрсеткіштері міндетті түрде болады. Зімбірді емдік қасиеттерде қалай қолданамыз? Тамақ дайындау кезінде бағаланатын қасиеттерінен бөлек, зімбір басқа салаларда да бағалы. Зімбір тамырын қолдану өте маңызды. Оны тіпті дәрігерлердің өзі әртүрлі ауруларды емдеуде ұсынады. Зімбірдің ауырсынуды басатын антибактериалды және емдік әсері бар екенін белгілі. Бұл өсімдік иммундық жүйені керемет нығайтады және тітіркенуді басады. Оны тамаққа жүйелі түрде қолданған кезде асқазан сөлін қалыптастыра және ас қорытуды ынталандыра отырып, ас қорыту жүйесіндегі қиындықтардан арыла аласыз. Бұл өсімдік тамыры суық тию немесе тұмау кезінде өте тиімді көмектеседі. Онымен тамақ ауруын жөтелді емдеу, дене қызуын түсіруге болады. Ол денені іште жылытып, ағзаға бойын билеген инфекцияға қарсы күресуге көмектесе алады. Имбир әйелдерге әсіресе зат алмасуды жақсарту арқылы салмақ тастағысы келетіндерде өте пайдалы. Сонымен қатар зімбір тағы бір керемет әсерге ие. Ол құсу, жүрек айну, бас айналу секілді жүктіліктің жағымсыз белгілерін жеңілдете алады. Дегенмен зімбір тамыры кез келген емдік препарат секілді қолдану кезінде қарсы көрсеткіштерге ие болатынын ұмытпаған жөн. Мәселен, бұл жүктіліктің соңғы айларында жүрген әйелдерге немесе бала емізетін аналарға қарсы көрсеткіш көрсете алады. Оны асқазан жарасы және гастрит секілді жіті асқазан ауруларына шалдыққан адамдарға қолдануға мүлдем болмайды. Сондай-ақ зімбірді жүрек ауруларынан зардап шегетіндерге де қолданудың қажеті жоқ. Оны әсіресе шектелмеген мөлшерде қолданылу мүлдем кері әсерге әкелуі мүмкін. Айта кету керек, кейбір адамдарда зімбірді шамадан тыс қолданған кезде аллергиялық реакциялар, жүрек айнуы, құсу секілді жанама әсерлер болған. Егер сізде де осындай жағымсыз әсерлер бола қалса, зімбірмен емделуді біраз уақытқа тоқтатып, маманмен кеңескеніңіз дұрыс.
Зімбір тамырын қолдану кезіндегі қарсы көрсеткіштер. Белгілі бір жағдайларда зімбір тамыры пайдалы ғана болмай, зиян келтіруі де мүмкін дедік. Зімбір 12 елік ішекте жара болса, тағамды сыртқа шығару, құсу болса, өтте тас түйіршігі жиналса, температура жоғарыласа, өткір асқазан жарасы болса және жас ана бала емізетін болса, қарсы көрсеткіштер көрсетеді делдік. Егер балаларға зімбір тамырын бергіңіз келсе, онда ұнтақ түріндегісін емес, балғын зімбірді қолданғаныңыз дұрыс. Себебі жас тамырды қолдану ұнтақ түріндегі зімбірге қарағанда 2-3 есе көп әсер береді. Бірақ зімбір тамырын аллергиялық реакциялар қозған кезде сақтықпен қолдану қажет. Өйткені кейбір жағдайларда зімбір аллергияны күшейтіп жібереді. Сонымен қатар, зімбір тамырын бас терісінің ауруларын және қайызғақты емдеуде де қолдануға болады. Ол үшін имбир тамыры адамның бүкіл ағзасына қалай пайдалы болса, шашқада солай пайдалы. Себебі зімбір тамыры бүкіл ағзаның қан айналымына жақсы әсер етеді. Зімбір тамырының қолданылуы бірнеше тәсілдер болып келеді. Бастапқыда имбир тамыры тек тағамдарға арналған дәмдеуіш ретінде пайдаланылатын болса, кейінірек уақыт өте келе адамдар зімбір тамырының пайдалы қасиеттері мен ағзаға оң әсерін біле бастады. Сондықтан имбир тамырының аспаздықта кеңінен қолданылатын айтпай өтуге болмайды. Ал сорпа, ботқа, жемістер жасалған тағамдар мен үй шұжықтары және ет, тауық етіне зығыр тамырын қосса, тағам әлде қайда хош иісті және дәмді бола бастайды. Сондай-ақ имбир тамырының ыстық сусындар мен тәтті тағамдар, кәмпиттер, тоғаштар жасайды. Зімбір Европада және ақш елдерінде кеңінен қолданылады. Көпшілігі құрамына зімбір тамыры қосылған сыра, ликер сияқты алкоголь өнімдерін тұтынғанды жақсы көреді. Себебі бұл иммунитетті көтеріп, ағзаға сергектік сыйлайды. Егер сіз зімбір шайын ішетін болсаңыз, мына нәрсеге мұқият болғаныңыз дұрыс. Зімбір шайы ас қорыту жүйесін жақсартумен қатар есте сақтау қабілетін нығайтады, тәбетті арттырады, потенциалды күшейтеді және бауырды сауықтыруға көмектеседі. Зімбір шайы ішектегі газдарды тарата алады, асқазан мен басқа ас қорыту органдарында пайда болған қажетсіз шырышты еріте алады. Зімбірге негізделген инфузия дереу артықшылықтар береді. Зімбір шайын үнемі ішіп тұрыңыз. Қаныңыз оттегімен қанықтандырылады. Бұл жұмысы ақыл-ой әрекетімен байланысты адамдар үшін өте маңызды. Дәрігерлер сорпаның бас ауруын жоятын және әртүрлі шырамдар, жаралар мен көгерулермен ауырсынуды азайтатынын атап өтті. Имбір шайлары әртүрлі аурулармен мас болып табылады. Өйткені барлық жағдайларда олар тек оң әсерін көрсетеді. Сондай-ақ имбирмен шаш пен терінің күйін жақсартады. Сондықтан егер сіз диетаны ұстанатын болсаңыз және сонымен қатар осындай шай ішсеңіз, бұл тек жақсы және жаңа келбетке ие болуға көмектеседі. Өнім көзі ашық етеді, шашты жылтыр етеді және теріні жібекте және серпімді ете алады. Имбир шайын жасаудың бірнеше түрін атап өтейін. Кәдімгі 2 литрлік термосқа азғантай ғана 3 сантиметр тұратын жаңа имбирдің кесіндісін кесіп, оның үстіне ыстық суды құйып, оған қалауыңыз бойынша лимон және қандай да бір сироптарды қосып демдеп отырып, кешке дейін ішуіңізге болады. Екінші шайды ішуге сіз арықтау үшін дайындауға болады. Яғни, сіз қандай да бір азғантай бөлігін суға салып, оны сумен бірге 15-20 минут арасында қайнату керек болады. Бұл дайындаудың ерекшелігі
өте жақсы. Және оған лимон шыры мен балды қосып 37 градус температураға дейін салқындағанға дейін күтіңіз. Және оны кешке шейін қолдануға болады. Егер сіз салмақ жоғалтуға ықпал ететін шай жасауыңыз керек болса, онда сіз зімбір тамырын, сондай-ақ сарымсақты пайдаланғаныңыз дұрыс. Сарымсақ және имбирдің тамырын теңдей бөлікке бөліп, екеуін де бір термосқа құйып, үстіне қайнаған су құйып, оны 30 минутқа тұндырып қойыңыз. Және оны кешке шейін ішуге болады. Және оған бал қосуға, лимон қосуға, қандай да бір шырындарды қосуға, тағы да басқа заттарды қосып, әр түрлі өз қалауыңыз бойынша шайларды дайындап, ішіп жүргенге болады. Артық салмақтан арылыңыз, немесе иммунитетіңізді көтеріңіз, бауырыңызды осындай әдістерменен оңай пайдалы тазалап алуға болатынын ескерткім келеді. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.